Өмірдегі ең бір маңызды нәрселердің бірі мына көңіл, адамның көңілі дер едім. Атам қазақтың өзі о баста айтып кеткен ғой, бір атым насыбайдан көңіл қалады деп. Бұл бекер айтылған сөз емес. Қазір ешкімнің көңіліне қарамайды. Адамдар сондай қатыгез, өзін ойлайтын, бір меншіл, кісілеу сондай болып баратырмыз, қатыгез болып баратырмыз. Бірақ бізді адами қалпымызда қалдыратын адамның кішкентай ғана көңілі ғана. Көңілі келсе, сіз үшін сол адам барын беруге дайын болады. Көңілі қалса, сіз үшін сол адам бір жоқ деп есептелінеді ғой. Сол үшін осы қысқа ғана ғұмырда бір-бірімізге барымызды, бір-біріміздің көңілімізді барынша аулауға, сыйластығымыздың ең нәзік жібі осы көңіл екенін ескеруіміз керек. Көңілімізге кірбің түспесін.